Достар, сіздермен бірге 250 тағы да бүгін біз лазерлік коррекция туралы сөйлесетін боламыз. Осыдан бір ай бұрын мен операция жасадым көзіме. Көзім қалай болды, мен көзімді қалай құртып алдым, операция қалай болды, қанша тұрады, бағасы қайда жасадым, толық сол сұрақтар жауап бердім, бірге талқылайтын боламыз. Өйткені мен операция жасамастан бұрын мен осындай сұрақтар болған көп, өзімді алаңдадым. Жасауға бола ма, жасауға болмай ма, немесе бұзылып кете ма, сол сияқты. Мен де ойлаймын, сіздерді кім көзбен ауыратын болса, мүйіз бірдеңке болатын болса, оларды ойлайды, осы операция жасауға тұрарлық емес па, уайымдайды. Сондықтан видеоны сол үшін шығарған болатынмын. Жалпы мен айтатын болсам, мен көзімді 10 жаста құртып алғанмын болатынмын. ұбт-ға дайындалатын кезде көп кітап оқып қараңғы таңда. Содан кейін жалпы енді операцияға келетін болсақ, операцияның бағасы 400-700 болды. Маған айтты 400-700 бағасы негізі өзінің нәтижесі бірдей, бірақ та жасалу түрі екі түрлі. 700 жылдық тез бітеді, 400 жылдық бірақ кішкене уақыт алады, сондықтан оны кеседі дейді, көздің бетін кеседі дейді. Сол кезде мен ол кезде қорыққан болатым операцияда. Содан қорқып, мен бірінші кірген кезде мені қайтарып жіберіп, өйткені жыбырлап, мен маза бермеген болатым дәрігерге. Сосын маған қайтарып жіберді, маған дәрі берді, тыныштандырады, соны ішіп қайтадан кіріп, мен сол кезде 5 сағат уақыт кетірген болатым. Негізі операция сағат, негізі уақыты 15 минут алу керек, 10-15 минут. Болды, ал мен 5 сағат отқан мына жақта шыны керек кіре өзім ұялып кетті, қанша қызы бірден кіріп бірден шығып кетіп болатын ол кезде. Жалпы енді проверкаға келетін болсақ, бірінші операцияға дейін маған айтты, проверка өтін керексің анализден, жалпы бағасы 15 мың теңге тұрады, толықтай бір күн содан уақытына арнадым, азынан кешке шейін бірнеше септі көзімді қарашығын үлгі дейді, сол арқылы көзді біледі. Барлық параметрден өткен жағдайда, егер докторға барасың, сосын доктор айтады саған, сен өтесің, сен көзін операция жасауға болады айтады. Маған айтты, сен көзін 100% кері қайтаруға болады, сен көзін толықтай жазылу керек деді маған. Сосын кейін сен бір айдан кейін тағы не келесің, бір айдан бұрын 3 күннен кейін тексеріске келесің, 3 күннен кейін тағы бір айдан кейін қайтадан келесің деді тексеріске. Одан кейін операция, сол проверкадан кейін операция күні тағы бір проверка болды, кішігірім. Сосын операцияға мені ақ халат кигізіп толықтай кіргізіп жіберді ішіне. Бардым да отырдым, сосын мен алдым айттым ғой жаңа қорқып не қылып кіре алмай, сосын қайтадан кіріп қанша уақытын жоғалтып алдым. Жалпы осындай болды. Енді мен операцияда жасап болғаннан кейін кәдімгідей мен көзім көріп бастады, адам врачтардың түрін көрдім, кәдімгідей ана жақта қыздардың түрін көрдім, қуанып кеттім, бірден әсерін берді маған. Сосын мен көзім қатты ашыды, қатты қызарып, кәдімгі тұман сияқты бүйтіп біртүрлі кетті көзім ауырып. Сосын бір күн солай жүрдім қызарып. Кешке шейін бір күн дегенде мен сағат 5-6 сағат сондай болды, көзім бір ұйықтап тұрдым, көзім нормально болды. Одан кейін маған айтты, бір ай ішінде ешқандай ванна не қабылдама, ыстық суға парс етпе деді. Мен парс еткен жоқпын. Сосын сіздерге мынандай пакет береді, егер бұлай болса операция жасаңыздар. Мен операцияны Астана Вижнда жасадым. Өйткені негізі шындығында 120 теңгеге табуға болады арзан компаниялардан. Мен бірақ өзім бренд қой, компания, дамыған компания екен Астана Вижн, сол сияқты денсаулық жасағандықтан, содан істей салайын, ақша кетсе кете берсін, денсаулық қой деп бірінші ақшаны денсаулыққа экономикпен қойын дедім. Нано Хилокомод бір ай жақтым бұны, бір ай көзге тамыздым. Бір ай бұл көзге тамыздастан бұрын бұны, мен мына екеуін операциядан кейін екеуін тамыздым бір апта. Өздері сіздерге түсіндіріп береді. Сосын маған андай берді, қолға тағы болатын естелік. Сосын менің көзілдірігім шешіп тастадым, алып тастадым. Одан кейін тағы бір нәрсе, сіздер договорға отырасыздар. Мен андай берді, договор қағаздар жинайтын ғой. Толықты мына жақта договор, бұл договорымыз. Мен ал договор отырасыздар. Тексерістер, нелер, қалай не болады. Белгілі бір нелер бар договордың ішінде. Егер бір форс-мажор жағдай болып қалса, өз міндеттемені компания өзіне алмайды, сол сияқты кішігірім бір нелер бар. Бұл қалған дұрыс болады. Жақсы сау болыңыздар. Егер тағы бір сұрақтар болатын болса, Инстаграмға жазсаңыздар болады, немесе комментарий жазсаңыздар болады. Егер сіздер жазылып кетсеңіздер, егер сіздер емделсеңіздер, осы көзде қалай емдедіңіздер, соларда комментарийға бөлісіп кетсеңіздер, біз әрине разы боламыз. Мен әрине осы операция жасамастан бұрын көп нәрселерді, көп нелерді көрдім, дәрілерді ішіп қабылдап, витаминдерді қабылдап, одан кейін мен жаттығу жасадым көзге, ютубта қанша көріп, оны азынан кешін соны жасадым, бірақ та олар ешқайсы көмектеспеді. Жаттығулар әсіресе -1, -0,5 сияқты кімде сондай нелер бар, нәтижелер бар көзінде. -5 сондай болатын болса,
көзінде минус 0,5 болатын болса, әрине олар тез жазуға болады, ол жаттығу жасап жазуға болады ондайды. Ал бірақ күнде көзінде минус 3, минус 4 болса өте қиын болды жаттығумен. Менің көзім минус 3-те 5, 4 болып кетті. Сосын өзім шошып кеттім, бұндай емес еді негізі. Жақсы онда, жақсы сау болыңыздар.